Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы видеода сіздерге Капернаум фильмін қысқаша айтып беретін болам. Достар, видео салмағалы көп болды, айып етпеңіздер. Бұйырса алдағы уақытта арасын суытпай салып тұратын боламын. Ал сіздерге өтініш, арнама тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп, лайк басып кетейік. Ал ендеше, көп созбай кино шоуымызды бастайық. Я не хочу уходить, мама! Перестань! Зейн деген балақайдың жасы небәрі 12-де, және Зейнді 5 жылға жасөспірімдер колоннасына түрмеге жапты. Себебі ол бір адамды пышақтап тастаған еді. Түрмедегі теледидардан Зейн балаларға ата-аналарының зәбір көрсететіні туралы хабарларды қарап отырды. Ал сосын жүргізушіге хабарласып, өзінің ата-анасын соттағысы келетінін айтады. Откуда ты звонишь, Зейн? Из тюрьмы. Және осы жағдайды тікелей эфирден көрсетті. Зейнге арнайы адвокат тағайындады және ата-анасын шақырып, сот ісін қозғап кетті. Сонда сот төрағасы Зейннен не болғанын сұрады, ал Зейн болса барлығын бүкіл шүгесіне дейін айтып берді. Зейннің отбасында бала көп екен, нақты санын өзі де білмейді. Бірақ та ешқандай баласының құжаттары жоқ екен. Құжаттары болмағасын, бұл балаларды өмір сүріп жатыр деуге де келмейді. Анасы Зейнді дәріханаға жіберіп, трамадол дәрісін алып кел дейді. Сосын балалар дәріні езіп майдалап тастайды. Сосын оны суға араластырып, оған киімдерді жуады, және ол киімді түрмедегі ағасына жібереді. Ал түрмедегілер трамадолды киімнен бөліп алып, оны сатады екен. Зейн болса, барлығынан көрі өзінің қарындасы Сахарды жақсы көреді. Сахар Зейннен бір жас кіші, және екеуі отбасын асырау үшін көшеде жеміс-жидек сатады. Сонымен қатар Асаданың дүкенінде жұмыс істеп ақша табады. Ал дүкенші жігіт болса, Сахарға көз салып жүр, және дүкенші неше түрлі тәттілерді жинап Сахарға береді. Ал Зейн болса, ешқандай затын керек емес деп тәттілерді лақтырып тастайды. Бір күні Зейн Сахардың бөлмесінен қанды байқайды, және өзінің қарындасының үлкейгенін сезеді. Демек жақын арада оны Асадаға ұзатып жібереді. Ал сосын қарындасы екеуі сауда жасап жүргенде қарындасынан тағы да қанды байқайды. Ал сосын оны туалетке апарып, шортиімен оның іш киімін жуады. Ал сосын Асаданың дүкенінен керек заттарды алып қызға берді. Сосын Сахарға бұл жағдайды ешкімге айтпа дейді. Егер білетін болса, сені Асадаға тұрмысқа шығарады дейді. Ата-аналары Зейнді мектепке бергісі келді. Солай жасаса, мектеп оларға киім және тамақ береді екен. Және Асадаға барып, оны ренжітіп алмау үшін Зейн мектептен кейін сенде жұмыс істейтін болады дейді. Бір күні Зейн үйіне келгенде, Асада өзінің әкесімен бірге үйде отыр екен. Сахар болса боянып, үстіне әдемі көйлек киген. Осылайша Зейн өзінің жақсы көретін қарындасының үлкен ересек адамға тұрмысқа берейін деп жатқанын біледі. Выгоните этого сукина сына прочь отсюда. Сосын Зейн Асаданың дүкенінен тамақтар ұрлайды, және билеттің құнын біліп, Сахардың ізінен кетеді. Бірақ та Сахарды әлдеқашан күйеуге беруге дайындап қойған екен, және болашақ күйеуіне жіберіп қойған. Зейн қарындасын бермеуге қолынан келгенше тырысты, бірақ та ата-анасы күштеп қызды Асадаға беріп жіберді. Я не хочу уходить, мама! Асадаға қызын беру арқылы олар үйлерін сақтап қалды, және Асадамен жақсы қарым-қатынаста болады. Осыдан кейін Зейн үйден қашып кетті. Зейн автобусқа отырып жүре берді. Кенеттен қасына таракан киімін киген шал келеді. Және шал автобустан түскенде Зейн терезеден қарап аттракционды көреді, және қызығып кетіп, ол да түседі. Осы жерде қалған күні мен түнін өткізеді. Ал таңертең оны тазалаушы әйел байқап қойды. Оның есімі Рахил еді. Зейннің жейтін тамағы болмады, сол себепті Рахил оны тамақтандырды. Және ол Зейнге атын басқаша айтты, себебі бұл қалада ол заңсыз әрі басқа адамның құжатымен жүретін еді. Сонда бала, мен жұмыс іздеп жүрмін дейді, бірақ Рахил, мен саған көмектесе алмаймын дейді. Сосын бала көшеге шығып, саудагерлерге кез келген жұмысты атқарамын деп өзінің жұмысын ұсынды. Бірақ та ешқайсысы баланы жұмысқа алғысы келмеді. Рахилдың да жағдайы мәз емес. Оның кішкентай Ионус деген баласы бар. Және балақайды қайда барса да өзімен бірге алып жүруге мәжбүр. Және әйел лашықта өмір сүреді, ал бүлдіршінді қалдырып кететін жер жоқ. Кешкісін Зейн Рахилмен жолығып, одан кішкене тамақ сұрайды. Зейнді аяп кеткен Рахил оны үйіне алып барады, және тамақтандырып, оны жуындырады. Таңертең Рахил ыдысқа баласы үшін өзінің сүтін құйып кетеді. Осылайша жұмысқа бармақшы болды, және Зейн
Зейнге балама қарашы деп өтініш жасайды. Балаға қарау Зейннің қолынан келді, себебі оның көптеген інісі мен қарындастары болды емес пе? Спи, Йонас, мой младший брат. Жұмыста Рахил өзінің құрбысына жаңадан мекендеу қағазы керек екендігін айтты. Ал ол қағазды тек қана Аспро деген адам арқылы ала алады. Аспро дегеніміз жалған құжат жасаумен айналысатын саудагер еді. Енді Рахилге құжатты жасату үшін $1,500 ақша керек. Бірақ та құрбысы Аспро маған $900 құжат жасап берді дейді. Рахил үйіне түн бата келеді және жұмысында толық желінбей қалған торт пен свечи алып келеді. Үйінде кішігірім мейрамдату үшін. Үйіне келсе Зейн мен Йонас үрленген ваннада ұйықтап жатыр екен. Ал келесі күні Рахил Аспроға барып $900 құжат жасап берші деп келіскісі келді. Бірақ та Аспро сен үшін баға $1,500 дейді. Бірақ та Рахилде бұндай ақша жоқ. Сонда Аспро сен маған ұлыңды бер дейді. Және алаңдама, ұлыңды бай адамдарға тапсырамын және ол жерде бақытты өмір сүретін болады дейді. Осылайша Аспро Рахилге бірнеше күн уақыт берді. Бірнеше күннен кейін Рахил ақшамен немесе баламен келу керек. Осыдан кейін Рахил бұрынғы бастықтарының барлығына барып қарызға ақша сұрайды. Бірақ та ешқайсысы көмектеспеді. Болмағасын Рахил Йонастың әкесінен ақша сұрайды. Рахилдің бұрынғы күйеуі бір әйелдің қол астында жұмыс жасайды екен. Және сол әйелдің жеке құжатын Рахилге ұрлап әкеп береді. Бастық әйелдің жеке куәлігін кепілдікке қойып Рахил аттракцион паркке барып жұмысқа тұрғысы келді. Бірақ та бұл жоспары да жүзеге аспады. Ал сосын Рахил өзінің шашын ақшаға сатты. Сосын ол анасына хабарласу үшін үйден шығып кетеді. Сосын базарға барып Аспромен кездескісі келді. Бірақ та осы кеткеннен ол қайтып оралмады. Күні бойы Йонаспен отырғаннан кейін Зейн Рахилді іздеуге шығып кетті. Рахилді іздеп жүріп тіпті Аспроға да келді. Бірақ та Аспро Рахилді көрмедім дейді. Есесіне Аспро Зейнді тамақтандырады. Зейн тамақтанып жатып жанында өтіп бара жатқан қызға газировкамды ашып берші дейді. Осылайша екеуі отырып танысады және біраз сөйлеседі. Бейтаныс қыз бұрынғы Зейн сияқты көшеде саудамен айналысады екен. Рахилдің үйге оралмағанның себебі мекендеу қағазының мерзімі таусылғандықтан оны түрмеге жапқан екен. Осылайша Зейн Йонасқа қарау керек болды және соңғы ақшасына Йонасқа деп азық-түліктер сатып алды. Үйде тіпті ішетін су да жоқ. Сол себепті Зейн морозилкадегі мұзды ертіп су қылды. Көшеде келе жатып Зейн көрші үйдегі баланың бутылкадегі сүтін ұрлап кетеді. Алайда Йонас бұл сүтті ішуден бас тартты. Зейн қолынан келгенше Рахилдің баласына қарайласып жүрді. Йонасты өзімен бірге алып жүру үшін тіпті көрші үйдің балаларына скейтін ұрлап кетеді. Себебі Зейн бүлдіршінді жалғыз қалдыра алмайды. Осылайша Зейн Йонасты үлкен табаққа отырғызып, ал жанына кішкентай табақтарды қойып қойды. Сөйтіп базарға келіп ыдыстарды сатпақшы болды. Ал базарда Зейн бірнеше күн бұрын танысқан қызды жолықтырады. Сонда қыз Сириядағы қашқындарға мемлекеттен көмек болатынын айтты. Сонымен қатар үкімет тарапынан Швецияға жолдама бар екен. Тіпті Аспроның өзі бұл қызға $300 берсең Швецияға жолдама алып берем деген екен. Қыздың әңгімесіне Зейн де қатты қызығып кетті. Бірақ та алдымен жейтін тамақ табу керек. Осыдан кейін Зейн мемлекеттен гуманитарлық көмек берілетін жерге келеді. Және осы жерде мен құжаттарымды жоғалтып алдым деп өздеріне жейтін азын-аулақ азық-түлік алды. И что ты хочешь? Все, что можете. Осыдан кейін Зейн Рахилдің үйіндегі темір бөшкені ақтып алып, базарға апарып сатқысы келді. Аспро бұл бөшкені сатып алады және Йонасты берсең, мен саған $500 беремін дейді. Бірақ та Зейн балақайды ақшаға сататын ойы жоқ. Ол бөшкенің ақшасын алып, автомойкаға барып, екеуі жуынып алады. Зейннің қалтасында трамадолды қалай жасайтын туралы рецепт бар еді. Осылайша Зейн дәріханадан керекті дәрілерді сатып алды. Сөйтіп бұрынғысынша дәрілерді ұнтаққа айналдырып, өзеннен аққан суға араластырып, содан шыққан трамадолды көшеге апарып адамдарға сатты. У меня есть трамадол. А Виагру не хочешь? Осылайша Зейн көптеген ақша таба бастады. Енді шамал ақша жинаса, Йонас екеуі Швецияға көшіп кете алады. Алайда Зейннің құрған жоспары орындалмады. Себебі Рахил тұрған үйдің қожайыны үйді басқа біреуге сатып жіберген екен. Ал сол үйдің ішінде Зейннің бүткіл жинаған ақшасы бар еді. Осылайша Зейн үмітсіз, шарасыз күйде қалды. Зейн Йонасты көшеде тастап кеткісі келді, бірақ та тастай алмайды. Сөйтіп қайтадан Йонасты қолына алып Аспроға келеді. Сонда Аспро бұл балақайды жақсы отбасы асырайтын болады деп уәдесін берді. Зейннің көз жасы көл болып, Йонасты қимастықпен Аспроға сатады. Сонда Аспро Зейнға мен сені басқа мемлекетке көшіру үшін өзің туралы кез келген бір құжат алып кел дейді. Осылайша Зейн
Зейн өзінің бұрынғы үйіне келу керек болды. Зейн құжаттарды іздеп жатқанда анасы кіріп келеді және үстіне жоқтау киімін киіп келген. Ал сосын Зейннің әкесі келіп, сенің ешқандай құжатың жоқ деп баланы үйден қуады. Бірақ та бала анасының жоқтауын байқап, не болды деп сұрайды. Сөйтсе, қарындасы Сахар ауруханаға түсіп, сол жерде қайтыс болған екен. Сонда Зейн ашуланып, қолына пышағын алып, Асадаға қарай жүгіреді. Ата-анасы ұлын тоқтату үшін ізінен жүгіреді, бірақ та олар үлгермеді. Осылайша Зейн Асаданы бірнеше жерден пышақтап тастады. Ал сосын Зейнді түрмеге жабады. Ал түрмеде Зейнмен көрісуге анасы келді. Анасы жоқтауын шешіп тастаған, себебі оның тағы да аяғы ауыр екен. Анасы Зейнге Сахардың орнын басатын тағы да қарындасының дүниеге келеді дейді. Бірақ та Зейн бұндай бос сөзді тыңдағысы келмейді. Зейн жай ғана орнынан тұрып кетіп қалады. Дәл осы түрмеде Рахил да өзінің сот ісін күтіп отыр екен. Рахил Зейнді көргенде қобалжығаннан шыңғырып көптеген сөздер айтты. Ол өзінің баласы үшін қатты алаңдайды. Зейннің сот ісіне Рахилді де шақырды. Осы жерде ол Йонусқа не болғанын біледі. Рахил Зейнді кінәламайды, себебі Зейн қолынан келгеннің барлығын жасады. Зейннің пышақпен шабуылынан кейін Асад тірі қалған екен. Асаданы сотқа шақырып, оған сөз бергенде, ол Сахардың қалай қайтыс болғанын айтып берді. Сахар Асадтан бала көтерген екен. Ал сосын қыздан көптеген қан кетіп, ол ауруханада қайтыс болған. Асадтың сөзіне қарайтын болсақ, 11 жастағы қызды жүктетуге болмайтындығын мен білмедім дейді. Соттың алдында Зейн үлкен адамдардың балаларға деген қарым-қатынасын мен көтере алмаймын деп айтады. Тіпті ол ата-аналарының енді қайтып бала көтеруіне қарсы, себебі Зейн өзінің іні қарындастарының осындай жаман жерде өмір сүргенін қаламайды. Я хочу, чтобы они не заводили больше детей. Йонусқа не болғанын естіген соң Аспроға полицейлерді жібереді. Сөйтіп Аспроны түрмеге жабады. Ал қойманы қараса, 10 шақты адам бар екен, соның ішінде Йонус та бар. Сөйтіп Йонусты Рахилге қайтып берді және ұлы мен анасын қайтадан Эфиопияға жіберді. Зейнге ақыры өзінің жеке құжатын жасап берді. Және Зейнді жеке куәлігіне суретке түсіретін кезде көп уақыттан бері алғашқы рет күлімсірейді. Твоего ребенка ждет такая же участь, как у меня. Ал киноның түсіру барысына келетін болсақ, киноға түскен әртістердің ешқайсысы профессионалды әртістер емес. Түсірілім командасы жай ғана көшеде жүріп, адамдардан олардың өмірі туралы сұрай бастаған. Осылайша жиналған адамның барлығы өздерінің өмірін киноға түсіріп берді. Тіпті олардың көбісі оқи алмайды және санай алмайды. Ал тіпті кейбіреулері өздерінің жасын да атын да білмейді екен. Ал Зейннің рөлін ойнаған бала өмірде де аты Зейн екен. Және түсірілім кезінде оның жасы 12-де болатын. Бірақ та жасының 12-де екеніне өзі де сенімдемес еді. Және ол сириялық қашқын бала. Өзі есін білгелі көптеген заңсыз істермен айналысқанын айтады. Зейн, сколько тебе лет? Не знаю, спросите у них. Капернаумда болған съемканың арқасында оған қатысушылардың көбісінің өмірлері өзгерді. Мысалы, Зейн отбасымен бірге Норвегияға көшіп келді және қазір мектепте оқиды. Капернаум деген бұл ежелгі қаланың аты. Ал жалпы фильмді 6 айда түсірген. Ал 1 жылдан астам уақыт фильмді монтаждауға кеткен. Алайда бірінші фильмді түсіргенде бұның ұзақтығы 12 сағатқа дейін барған. Ал кейін дайын материалдарды қия отырып, фильмнің ұзақтығын 2 сағатқа дейін қысқартқан. Сонымен фильмнің толық ұзақтығы 2 сағатты құрайды. Бүгінге осы достар. Егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Ал келесі видеомды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қой. Әзірге аман сау болыңдар достар.